Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым демектің бәрі де ақымақтық. Баланың мал табары болады, мал шашары болады. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Өзің мал таба алмасаң, балаң мал тапсын. Тірі адамның жүректен аяулы жер жоқ. Рахымдылық, мейірбандылық, әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса игі еді демек, бұл жүректің ісі, асықтық та жүрек ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Адам ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылық жоқтығынан азады. Есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді. Құдайшылық жүректе. Жаманмен салысып, жақсы болмайсың. Көпке қорлық жүрмейді. Құдайдан қорық, пендеден ұял, бала болсын десең оқыт, мал аяма. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады, ұялмас нәрседен ұялады. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп, қорлықпен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не маңдай терден сұрау керек. Шара мейір шала байқалады. Тура жолдағы шатастырушы 100 кісі қисық жолдағыны түзеткен бір кісіден садаға кетсін. Өзін құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыт болады. Көрсе қызар күнде асық, дуаналық. Қулық та бір дерт. Өзі жат елде қайыршылық құрып жүріп, елін бай мақтайтындар, Құдай қарғағандар. Бақастық күншілдікті зорайтып, адамшылықты азайтады. Ішсем, жесем, ұйықтасам, тән құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен, жан құмары. Құмарлық нәпсі құлы. Тұрлаусыздың қолынан түк келмейді. Күндестік шырқ бұзады. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Уайым қайғының ішіне кіріп алып, шығар есігін таба алмай қамалып қалу антұрғандық. Жинақылықтың түбі кеніш. Қайратсыз қорқақ кісі мақтаншақ келеді. Өсек тасып құмардан шығатындар болады. Адам ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылық жоқтығынан азады. Тірі адамның жүректен аяулы жері бар ма? Рахымдылық, мейірбандылық, әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса игі демек, бұл жүрек ісі,
асықтық та жүрегісі. Қулық пен құбылудан жалығудың өзі жақсылық. Ақпейіл және ықыласты жүрек адамды жетелеуі тиісті. Сонда ғана оның еңбегі мен табыстылығы ерекше мәнге ие болады. Адам болып дүниеге келу жеңіл, бірақ адам болып қалу қиын. Адам деген даңқым бар. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егер де аузынан қара қан ағызса, домбыт, мақтаншақ, қорқақ. Жас қартаяды, жоқ туады, туған өледі. Ақылды деп, арлы деп, ақпейіл деп, мақтамайды ешкімді бұл күнде кеп. Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйсінерге жарар бол. Жікшіл ел жетпей мақтайды, желөкпелер шын деп ойлайды. Өлсем орным қара жер, сыз болмай ма? Адамға ақыл керек, іс керек, мінез керек. Ой кеселдері, уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, қайғыға салыну, құмарға берілу. Надан адамның көзі болғанымен ойы болмайды. Ынсапсыз істің ақ-қарасына қарамайды. Барлығына жан тәніңмен қараудың керегі жоқ. Өсекші ел тыныш болса азады. Егер менің ішімді жарып өрсең, жылауыңды тоқтатып шошыр едің. Малыңды жауға, басыңды дауға салып қор қылма. Серт бұзғанның орны шоқ. Әйтеуір анадан тәуірмін ғой деме, жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жаман болады дағы. Қаруының барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел.